Салем, достар! С вами Learn Kazakh, канал для изучения казахского языка. Слово дня беру. Учим новые фразы с этим словом. Беру — дать или давать. Беру. Бер — дай. Бер. Берше — дай. Это звучит как просьба, равносильно тому, что сказать «дай, пожалуйста». Берше, берше. Берме — не давай. Берме. Бермеше — не давай, пожалуйста. Бермеше. Беріңіз — дайте в уважительной форме. Беріңіз. Беріңізші — дайте, пожалуйста. Беріңізші. Бермеңіз — не давайте в уважительной форме. Бермеңіз. Беріңдер — дайте во множественном числе. Беріңдер. Бермеңдер — не давайте. Бермеңдер. Бермеңдер. Бермеңіздер — не давайте в уважительной форме во множественном числе. Бермеңіздер. Составляем предложение с этими формами. Балаларға пышақ бермеңдер. Не давайте детям нож. Балаларға пышақ бермеңдер. Балалар — дети, балаларға — детям. Пышақ — нож. Бермеңдер — не давайте. Не давайте детям нож. Балаларға пышақ бермеңдер. Маған бір келі алма беріңізші. Дайте мне 1 килограмм яблок. Маған бір келі алма беріңізші. Маған, мне, бір келі 1 килограмм алма яблоко. Беріңізші, дайте. Дайте мне 1 килограмм яблок. Маған бір келі алма беріңізші. Маған бір келі алма беріңізші. Менің нөмірімді ешкімге берме. Не давай никому мой номер. Менің нөмірімді ешкімге берме. Менің, мой, нөмірім, мой номер. Ешкімге, никому. Берме, не давай. Не давай никому мой номер. Менің нөмірімді ешкімге берме. Менің нөмірімді ешкімге берме. Нөміріңізді беріңізші. Дайте, пожалуйста, свой номер. Нөміріңізді беріңізші. Нөміріңізді беріңізші. Обратите внимание на слова нөмірімді и нөміріңізді. Номер, номер, нөмірім, мой номер, нөмірің, твой номер. Нөміріңіз, ваш номер в уважительной форме. Нөмірімді берме, не давай мой номер. Нөміріңізді беріңізші. Дайте свой номер. Жеке заттарыңды ешкімге берме. Не давай свои личные вещи никому. Жеке заттарыңды ешкімге берме. Жеке, личный, зат, вещь, заттар, вещи, заттарың, твои вещи, заттарыңды берме, не давай свои вещи. Жеке заттарыңды ешкімге берме. Құпия сөзді ешкімге бермеңіздер. Не давайте пароль никому. Құпия сөзді ешкімге бермеңіздер. Құпия сөзді ешкімге бермеңіздер. Құпия — это тайна или секрет. Құпия сөз — пароль. Құпия сөзді бермеңіздер. Не давайте пароль. Құпия сөзді ешкімге бермеңіздер. Не давайте пароль никому. Қарызға ақша берші. Дай деньги в долг, пожалуйста. Қарызға ақша берші. Қарыз — долг, қарызға — в долг. Ақша — деньги.
Қарызға ақша берші. Дай деньги в долг, пожалуйста. Қарызға кішкене ақша берші. Дай немного денег в долг. Қарызға кішкене ақша берші. Кішкене значит немного. Қарызға кішкене ақша берші. Қарызға ақша беріңізші. Дайте, пожалуйста, деньги в долг. Қарызға ақша беріңізші. Қарызға ақша беріңізші. Продолжаем дальше. Беру, давать. Бердім, я дал или я дала. Бердім или я отдал или я отдала. Бердім. Берді. Он отдал или она отдала или они отдали. Ол берді. Он или она отдал, отдала. Олар берді, они отдали. Бердік. Мы отдали. Мы дали. Бердік. Бердік. Бердіңіз. Вы дали. Вы отдали. В уважительной форме. Бердіңіз. Бердіңдер. Вы отдали во множественном числе. Бердіңдер. Бердіңдер. Бердіңіздер. Вы отдали в уважительной форме во множественном числе. Бердіңіздер. Мен кеше саған жаңа қалам бердім. Я вчера дал тебе новую ручку. Мен кеше саған жаңа қалам бердім. Мен, я, кеше, вчера, саған, тебе, жаңа, новый, қалам, ручка, бердім, отдал или дал. Мен кеше саған жаңа қалам бердім. Сен маған 2 алма бердің. Ты мне дал 2 яблока. Сен маған 2 алма бердің. Сен, ты, маған, мне 2 алма яблока бердің, дал. Сен маған 2 алма бердің. Ол саған өзінің нөмірін берді. Он дал тебе свой номер. Ол саған өзінің нөмірін берді. Ол. Он саған тебе өзінің свой нөмірін, номер берді, дал. Ол саған өзінің нөмірін берді. Сендер мұғалімге гүл бердіңдер ме? Вы дали учителю цветы? Сендер мұғалімге гүл бердіңдер ме? Сендер, вы во множественном числе. Мұғалім, учитель. Мұғалімге, учителю. Гүл, цветок. Но можно еще даже перевести как цветы. Бердіңдер, дали. Ме – это вопросительная частица. Сендер, мұғалімге гүл бердіңдер ме? Сіздер маған құжаттарыңызды бердіңіздер ме? Вы дали мне свои документы. Сіздер маған құжаттарыңызды бердіңіздер ме? Сіздер, вы, в уважительной форме во множественном числе, маған, мне, құжат, документ, құжаттар, документы, құжаттарыңыз, ваши документы. Бердіңіздер ме? Дали ли? Вы дали мне свои документы. Сіздер маған құжаттарыңызды бердіңіздер ме? Бермеймін. Не отдам или не даю. Бермеймін. Бермейсің. Не отдашь или не даешь. Бермейсің. Бермейді. Не дает. Или не отдаст. Бермейді. Бермейміз. Не дадим или не отдадим. Или же
не даем. Бермеймес. Бермейсіздер. Вы не даете или вы не отдадите. В уважительной форме во множественном числе. Мен ешкімге өзімнің телефонымды бермеймін. Я никому не даю свой телефон. Мен ешкімге өзімнің телефонымды бермеймін. Я ешкімге никому өзімнің свой телефонымды, мой телефон, бермеймін, не даю. Мен ешкімге өзімнің телефонымды бермеймін. Сіз ешқашан маған нөміріңізді бермейсіз бе? Вы никогда не дадите мне свой номер? Сіз ешқашан маған нөміріңізді бермейсіз бе? Сіз, вы, ешқашан, никогда, маған, мне, нөміріңізді, ваш номер, бермейсіз бе? Не дадите ли? Сіз ешқашан маған нөміріңізді бермейсіз бе? Беру, давать. Бергім келеді. Хочу дать. Бергім келеді. Бергім келмейді. Не хочу отдавать. Бергім келмейді. Бергім келіп тұр. Хочу дать. Хочу отдать. Имеется в виду, хочу отдать прямо сейчас, в данный момент. Бергім келіп тұр. Бергім келмей тұр. Не хочу отдавать прямо сейчас. Бергім келмей тұр. Оған нөмірімді бергім келмей тұр. Не хочу ему давать свой номер. Оған нөмірімді бергім келмей тұр. Оған нөмірімді бергім келмей тұр. Ешкімге нөмірімді бергім келмейді. Не хочу никому давать свой номер. Ешкімге нөмірімді бергім келмейді. Ешкімге нөмірімді бергім келмейді. Беру, давать. Беруім керек. Мне нужно отдать. Беруім керек. Беруім керек. Оған ақша беруім керек. Мне нужно отдать ему деньги. Оған ақша беруім керек. Оған ақша беруім керек. Друзья, на этом наш урок подошел к концу. Надеюсь, он был вам полезен. Подписывайтесь, пишите в комментариях свои предложения с данным словом. Сау болыңыздар!